Егер түнде ұйықтай алмай жатсам, бірден баяғы Совет өкіметінің телефоны есіме түсіремін де ұйықтап қаламын. Өйткені дизайны өте іш пыстырарлық телефоннан басқа не күтуге болады. Ал Oppo шығаратын смартфондардың дизайн ерекшелігі сонша, таңертеңгі ыстық американо сияқты ұйқыңды шайдай ашады. Oppo демекші, бүгінгі видеода жаңа шыққан Oppo A96 туралы айтамын. Жаңа түскен келіндей жадырап тұрған Oppo A96 бета-шарын жасаймын. Мен Баха, және сен лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Алдымен сыртқы пішіне тоқталайық. Қытайлық компания басқа жерге ақша жұмсаудан тыйылса да, дизайнын жасаудан ақша аямаған секілді. Сыртында миллиондаған нано жалтырақтардың бәрі бірден көз тартады. Артқы панеліне арзан поликарбонат қолданса да, арзан көрінбейді. Неге поликарбонат? Өйткені із қалдырмайды және сырылмайды. Диагоналі 6,59 дюйм және 90 Гц. Видео қарауға және мектепке арналған нұсқа. Дизайнға қосқым келетіні ол стереодинамик. Көп адамға қажет, яғни пайдасы бар қасиет. Ерте заманда Троя деген қала болған. Сол жерде Ахиллес есімде ешкімнен жеңіліп көрмеген батыр болған. Ол туралы Брэд Питт ойнаған Троя фильмінен көруге болады. Сол Ахиллестің ең әлсіз тұсы табаны болған. Енді фитнеске барғанда аяғын шынықтырмаған шығар. Сол Ахиллестің ең әлсіз тұсы табаны болса, мына Oppo A96-ның әлсіз тұсы камера деуге болады. Артында екі камерасы бар. Негізгі модулі 50 мегапиксель. Камера тек күндізгі жарық кезінде ғана сәтті фотолар түсіруге болады. Мына видеоның сапасын қараңыздар. Стабилизациясы жоқ. Жақындатуы бар, бірақ байқасаңыздар 1x деген бар, 0,5 деген жоқ. Но Алатау театры. Ал алдыңғы селфи камера 16 мегапиксель. Және басқа ешқандай артықшылық жоқ. Бетіңізде безеу не басқа өзіңізге ұнамайтын бір нәрсе шықса, Oppo A96 смело селфилете беріңіз. Бәрібір ешкім байқамайды. Бірақ бір қызығы видеоны 4K-мен түсіруге болады. Oppo A96 техникалық сипаттамасына қарасаңыз, жаңа Qualcomm Snapdragon 680 назар аударған жөн. Бірақ, ой, аз деп айтуға асықпаңыздар. Бұнда 6 нанометрлік транзисторлар. Бұрынғы 680 мен салыстыруға келмейді. 6 гигабайт жедел жады, бірақ Oppo'да озу қосуға болады, білесіздер ғой. Мына 6 гигабайтқа 11 етіп үлкейтуге болады. Ойын ойнау үшін графикалық параметрлерді төмендетіп қойсаңыз, кез келген ойынды ойнауға болады. Ішкі жадтың көлемі 128 гигабайт. Oppo A96-ның ең жақсы жері ол қуаттандыру жағы. Аккумуляторы 5000 мАч. 33 ваттық адаптермен жылдам зарядкаға қойған кезде жасанды интеллекттің көмегімен шамадан тыс зарядтаудан қорғайды. Пәленшеев деген азамат түнде телефонын зарядкаға қойып, ұйықтап қалыпты. Сөйтіп түнде телефоны жарылып кетіпті деген әңгімелерді естіп жатамыз ғой. Oppo A96-да ондай болмайды. Өйткені Oppo A96 жасаған кісілердің де сондай таныстары болған шығар. Әйтеуір бір пайдалы функцияны қосыпты. Know-how десе де болады. Қорытындылай келе, Oppo A96 өз қатарындағы қарапайым телефондардың бірі. Ешқандай артықшылығы да, кемшілігі де жоқ деуге болады. Жақсы жағының бірі, смартфонды құлатып алудан қорықпауға болады. Ой, iPhone емес, құласа құлай берсін деген мағынада айтып тұрған жоқпын. Қораптың ішінде өзінің чехолы бар. Шаң тозаңнан қорғайтын IP5X және судан қорғайтын IPX4 қорғаныстары бар. Сіздерге жан-жақтан талдап бердім деп ойлаймын.
Бұл смартфонның нарықтағы бағасы 180 мың теңге шамасында. Сонымен бағасы 180 мың теңгеден басталатын, ал ол бағаға тұрарлық па, әлде қымбат па деп комментке жазыңыздар. Өз сектор үшін жаман баға емес деп ойлаймын. Сатып алу немесе сатып алмау сіздің шешіміңіз болсын. Достар, бүгінгі шолуымыз осымен тәмам. Егер видео ұнаса, лайк басып, коммент жазып, подписка жасап, қолдау көрсетіңіздерші. Келесі кездескенше аман сау болайық. Айтпақшы, менде жаңа сценарист. Комментарийге жазыңдаршы, осындай шолу сіздерге ұнай ма? Өз ойларыңызды жазыңыздар.